Бүгін адамның иммундық тапшылық вирусы және жүре пайда болған иммун тапшылығының синдромы туралы естімейтін адамда кездестіру қиын. Көбісі бұл мәселе оларға ешқашан әсер етпейтініне сенімді. Мұндай сенімділікті ақтау және өзіңізді және жақындарыңызды сенімді түрде қорғау үшін адамның иммундық тапшылық вирус инфекциясы мен жүре пайда болған иммун тапшылығының синдромы не екенін білу қажет. Сондай-ақ ауруды қалай анықтауға болады? Жамбылдықтар талдауды қайдан тегін тапсырып, кеңес ала алады? Осы және басқа сұрақтардың жауабын алдағы бейнематериалда. Ағзада адамның иммундық тапшылық вирусы инфекциясының болуы адамның сыртқы түріне немесе оның әл-ауқатына байланысты анықталмайды. Егер сіз жұқтырған деп күдіктенсеңіз, онда барлық күмәндарды тек талдау арқылы жоюға болады. Адамның иммундық тапшылық вирусы статусын білуден басқа күмәнді жоюға көмектеседі. Сонымен қатар сіздің және айналаңыздағы адамдардың денсаулығын сақтау үшін қандай қадамдар жасау керектігі анықталады. Өте қатерлі дерт деп атаймыз. Өйткені бұл аурудан ешқандай адам жазылып, емделіп кете қойған жоқ. Бұған тек қана антиретровирустық терапия жасалынады, яғни өзінің дәрілері бар. Мен республикалық бюджеттен бөлінеді болған бұл кісілерге. Осы дәрілерді қолданған кезде ғана бұл ауруымыз 10-15 жылға дейін ғана өмір сүре алады. Ең соңы осы жетіс ауруына, яғни қайтыс болуға ұласады. Адамның иммундық тапшылық вирусы инфекциясының бар жоғын талдауды Жамбыл облыстық жүре пайда болған иммун тапшылығы синдромынан алдын алу және оған қарсы күрес орталығында тапсыруға болады. Азаматтар өз куәліктерімен келіп, тегін талдау тапсырып, кеңес ала алады. Айта кету керек, елімізде 51 мыңнан астам инфекция тіркелді. Атап айтқанда, біздің өңірде 1989 жылы аталған орталық ашылғаннан бері осы күнге дейін 1575 факт анықталған. Жалпы есепте бүгінде 1007 адам тұр. Ағымдағы жылдың 6 айында инфекцияның 53 жағдайы анықталды. 1575 адамымыздың қазір осы Жамбыл облысына барлық аудандарымызда тіркелінген. Өйткені осы уақытқа дейін бұл аурумен инъекциялық есірткі тұтынушылар, яғни Шу мен Қордай ауданында көптеп тіркелінетіндігін. Ал енді қазіргі уақытта жыныстық жолмен тіркелінгендер көптеп кездесіп отыр. Сонымен қатар барлық аудандарымызда енді көбінесе тіркелінген осы Қордай мен Шу ауданында осы жыныстық жолмен де тіркелулер болып жатыр. Талдау нәтижелерін келесі күн алуға болады. Сондай-ақ Жамбыл облыстық жүре пайда болған иммун тапшылығының синдромының алдын алу және оған қарсы күрес орталығында зиянды азайту бағдарламасы аясында достық кабинет. Сондай-ақ күніне орта есеппен 10 адам келетін шприцтердің сенім және алмасу пункті жұмыс істейді. Тахмина Тәліпжан, Нұрғадыр Үрімхан, Бақтияр Асаубаев, 7-7 Ньюс.